Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Атырау облысында жұмыс сапарымен болды. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында еліміздің бас полицейі тұрғындармен кездесті. Қолжетімді полиция дейміз. Жақсы көлігі болса, жанар майы болса, жақсы жұмыс орны болса, жақсы ыңғайлы киімі болса, әрине қызметтің сапасы өседі. Өздеріңіз көріп отырсыз, міне Атырауда бала мосттан құлап кетті. Полиция қолма-қол барып, соны құтқарды. Өзі қаза болып, қыз баланы құтқарды. Күнделік ерлік жасап жатқан азаматтарымыз көп. Бірақ та мынау жағымсыз бір жайт болса, оны тез жариялаймыз. Осылай біреу ұсталыпты, пара алыпты. Сонда әлгі қазақтың нағыз қара сөзі бір құмалақ, бір қарын май шірітеді деген дәл осы фактыларды болады. Әрине осы халықтың көңілінен шығатын полиция керек. Түбегейлі өзгерістерді өз іштен бастап жатырмыз. Министр өңірге тән өзекті мәселелерді көтерді. Соның бірі жолдағы қауіпсіздік. Жолдағы адам қайтыс болу фактылары қасақана өлтіруден 6-7 рет өсіп тұр. Біз енді қолымыздан келген іс-шараны жасап жатырмыз. Көп фактылар бар, жол көлік оқиғалары, жолдың сапасы, жүргізушінің мәдениеті, сол заңсыз тасымалы фактылары бар. Осы орайда Марат Ахметжанов тұрғындарды сақ болуға, ал жергілікті билікті полициямен бірлескен шараларды күшейтуге шақырды. Сонымен қатар министр Атырау облысында қылмыс деңгейінің 17%-ға төмендегенін хабарлады. Шара барысында ведомство басшысы соңғы жылдары қылмыс мүлдем тіркелмеген Ортақшыл және Орлы ауылдарын ерекше атап өтіп, көпшілікке үлгі етті. Атырау жерінде де үлгілі ауылдар бар екен, ауыл мекендер бар екен. Оны үйлестіріп, қадағалап осында жұмыс жасап жатқан азаматтар бар. Әрбір еңбек бағалану керек қой. Әрбір еңбекті осындай үлгі болу керек. Сұрақ-жауап кезінде тұрғындардың бір қатары аймақтағы есірткі айналымы алаңдатып отырғанын айтты. Проблема не только нашего города, но и всей Республики Казахстан – это синтетические и наркотические вещества. Лирикамент, тропикамент, сомнол дәрілерін есірткі қатарына қосуыңызды сұраймын. Наркомандармен күресіп кәдімгідей іс жүзінде көрсеткен болатынбыз, содан кейін заң қазір қабылданды. Басқа да мәселелер бойынша сауал жолдағандар да болды. Сұрақтар мен ұсыныстарды тыңдаған министр ведомствоның қызмет басшыларына тапсырмалар берді. Министр өңірлік бақ өкілдерімен де кездесті. Журналистермен әңгімелесіп, атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен тоқталды. Проблемалық мәселелермен жүгінгендерді министр жеке қабылдады. Мәселені жан-жақты қараған ол түйткілді түйіндердің шешілуін өз бақылауына алды. Онымен қоса азаматтарды жеке қабылдауды елордадан аймаққа арнайы келген Ішкі істер министрлігі орталық аппаратының басшылары да жүргізді. Тұрғындар кадр мәселесі, жол саласы, тергеу процесі, көші-қон қызметі және басқа да сұрақтармен жүгінді.